Келесі өтетін тақырыбымыз үш перпендикуляр жайлы теорема дейді. Енді қараңыздар. Негізі мына жерде А деген түзу бар, ең алғашқы болып. А деген түзу не деп аталады негіз жазықтыққа түсірілген? Түзу ол көлбеу деп айтылады негіз. Көлбеп тұр ғой, қисық қой, қиғаш тұр ғой. Көлбеу. Мысалы үшін жолдың көлбеулігі деп айтады да. Жоғарыға шығып жатқан кезде көлбеулік жолдың шетінде 12% деп тұрады. Ол не деген сөз? 12% деген сөз 100 метр алдыға жүрген кезде биіктік 1 метр 20 сантиметр деген сөз. Түсіндіре алдым ба? Көлбеулік дейді, жолдың шетінде знак болады ғой бізде, мынандай тұрады да, бүйтіп 12% деп жолда көлбеулік тұрады. Ішінде бір мынандай бірдеңесі болады бүйтіп. Үшбұрышы тұрады. Ол дегеніміз былай 100 метр былай жүрген кезде, не? 100 метр жүретін болсам, жоғары қарап 1,2 метр көтерілесің деген сөз. Көлбеулікке машинамен нерден былай шығасыңдар ғой, короче. Былай қарап ше, шыққан кезде. Түсінікті ма? Жолдың көлбеулігі. Осында пайыз максимально үлкен болған сайын қырға шығып атсың деген сөз. Осы нәрсені айтады да. Мына бір түзуімізде сондай көлбеу екен. Көлбеу деген түсіне алдық па? Көлбеу дегеніміз қиғаш түзу екен. Енді қандай градуспен кетіп жатыр бұл? Көлбеулігі нерде? Альфа деген 10 жазсаң болады. Жазықтықпен альфа бұрыш жасап тұр. Бірақ бізге айтатын нәрсеміз мынау екен. Осы біздің көлбеу А деген түзуіміз дейді. Жазықтықтан кез келген Б деген түзуіменен перпендикуляр болатын болса дейді. Онда осы түзудің ортогонал проекциясы да перпендикуляр болады дейді. Ортогонал проекциялары қалай? А түзуі жазықтықпен жазықтағы Б түзуіне перпендикуляр болса дейді. Мынау перпендикуляр болса. Онда осы А түзуінің ортогонал проекциясы да осы түзумен перпендикуляр болады дейді. Как бы көлеңкесі де перпендикуляр болады деген сөз. Енді бұл нәрсені біз былай түсіндіре аламыз. Мынау біздің түзуіміз. Жазықты тесіп өтті дегені мен былай қойып қоя салайын. Мына жерден ше, партаны паузаға отыршы. Мынау столымыз жазықтық болсында, түзуім мен А деген түзуім не істеп жатыр? Тесіп өтіп жатыр мінекей. Көлбеу бұрышы қайда? Көлбеу бұрыш мына жер ғой, мына жердегі бұрыш болып тұр. Тесіп өтіп өткен біздікі. Енді мына жердегі А деген түзу бар, Б деген перпендикуляр түзу қайсы? Партаның шеті емес па? Партаның шеті. Енді камера ар жақтан көрсетші. Ар жақтан ұсташы, міне. Мынау түзу түсіп тұр, Б деген түзуған перпендикуляр емес па? Партаның шетіндегі линияны мен Б деген түзу деп алып отырмын қазір. Дұрыс па? Ол Б деген кәдімгідей бір ұзындық тұтанып былай түсіп қойған. Иә, болмаса бұны былай жасау керек. Мынаның өзін мен қазір Б деген түзу деп аламын да, енді мен түзуімді былай алам. Қараңдар, былай қойып қойсам. Ұқсап жатыр ма сәлде өзін? Мына түзу, менде қандай түзу? А түзуі болып тұр. Б түзуі ана линейка болып тұрған жоқ па? Осымен нер перпендикуляр. Мына жер перпендикуляр. Бүйтіп тіке түсіп тұр ол. Арасында бұрышы. Осы түзуім, мына жердегі бұрыш менде қандай? 90 градус болып тұр. Енді айтады, осы А түзуінің проекциясы не дейді? Егер анау перпендикуляр болса, проекциясы қайсы болады? Мына түзудің проекциясы мына түзу емес па? Осы түзуде оған перпендикуляр деп тұр. Осы түзуде. Логичны ма? Мынаның ортогонал проекциясын түсіретін болсам, осы мына жердегі түскен түзудің өзі жазықтықпен перпендикуляр болады. Ол міне тұр. Қай жердегі бұрыш? Мына жердегі бұрыш емес па? Дұрыс па? Осы жердегі жанына шығатын бұрыш любойын қоя берсем болады. Біз айтып жатыр, осы проекцияның өзі жалғасы дейді. Б түзуімен не дейді? Перпендикуляр дейді. Мына проекция жердегі жазықтықтағы түзу неменен? Мына түзуменен. Осы түзумен перпендикуляр дейді. Үстінен қарап көрсетсек, саған көрініп жатыр ма? Міне, болмаса міне былай қойайын. Мына жердегі бұрыш не дейді? Перпендикуляр дейді. Мынаның өзі де А түзуінің өзі де 90 градус қой бізде. Өзі, онда оның көлеңкесі де не дейді? Жердегі бұрыш тоже 90 градус деп мерде айтып тұр. Астынан келген кезде 90, өзі 90 дейді. Оны біз былай түсіндірсек болады негізінде. Мысал үшін, енді мен былай алайын. Қараңдаршы. Мына түзу А түзуі болсын. Екінші, мына бір түзу Б болсын. Пока 90 ба екеуінің арасы? Мынау Б, мынау А ғой. Мына жер 90 градус, иә? 90 градус. Осының проекциясын жасай салайын да. Проекциясы деген тақат бота салайын. Қандай болады? Жердегі де 90 градус ой ма?
көтерсем де 90 градус, не ауада кезіндегі де 90 градус, онда оның проекцияларда тоже 90 градус болады көлеңкесі. егер бұрыштап тұрған Просто мен ана нәрсенің несі бұл? Құлағаны секілді вариант қой біздегі. Ауада тұрған кезде нер 90 болып тұр не? Нердегі 90 қай жерде тұр бізде? Міне тұр. Ауадағы кезіндегісі. Құлаған кезіндегісі, мен мынаны құлатам, астында көлеңкесі ровно астына түседі ғой. Мынаның көлеңкесі астына түседі. Құлата салайық. Жерге құлаған кезде де б түзумен не дейді? Перпендикуляр деп айтып тұр бізде. Мына үш перпендикуляр жайлы. Мына біріншісі, мына екіншісі, мына үшіншісі. Осы үш перпендикулярды осындай теорема арнап қойған. Негізі елестете алған адам үшін мына теореманың қажеті жоқ. Бірақ барлық адам үшін өтілуі керек теорема деп енгізілген. Түсінікті ма? Болды.